Сәлеметсіңдер ме, қымбатты оқушылар? Біз бүгін ұлттық бірыңғай тест сұрақтарын талдауды ары қарай жалғастырамыз. Естеріңде болса, біз 26-шы сұраққа келгенбіз. Ендеше сол 26-шы сұрақтан бастайық. Сонымен 26-шы сұрақ. Сұрақ былай деп беріледі. Қысқарған сабақты өсімдіктер. Есімізге түсірейікші. 26-шы сұрақта қысқарған сабақты өсімдіктер дейді. Сабақтың өсу бағытына қарай біз қандай сабақтарды білетінбіз? Бірінші, тік сабақтар. Есімізге түсірейік, тік сабақтар. Екінші, қысқарған сабақтар. Қысқарған сабақтар. Қысқартып жазайын, не балалар? Жатаған сабақтар. Жатаған сабақтар. Төртінші, шырмалғыш сабақтар. Шырмалғыш сабақтар. Одан кейін өрмелегіш сабақтар. Өрмелегіш сабақтар. Одан соң жабысқақ сабақтар. Жабысқақ сабақтар. Ал бізден не сұрап тұр сұрақ? Тік қысқарған сабақты өсімдіктер деп сұрап тұр. Сонда бізді сұрап тұрған міне қысқарған сабақты өсімдіктер. Енді жауап нұсқаларына қарайық. Бірінші, бақбақ. Әрине, бақбақ қысқарған сабақты өсімдік. Сонда жауабы бақбақ. Бақбақ. Келесі, бидай. Бидай балалар тік сабақты өсімдік. Жүгері ол да тік сабақты өсімдік. Терек ол да тік сабақты өсімдік. Екінші, пияз. Екінші дұрыс жауабы қайсы болды? Пияз болды. Шырмауық. Шырмауық ол шырмалғыш сабақ. Қияр жатаған сабақ. Құлпынай жатаған сабақ. Сонда бұл жерде жауап нұсқасы екеу. Бірақ біз қысқарған сабақты өсімдіктердің қандай қысқарған сабақты өсімдіктер қандай екенін мына жерге жазып кетейік. Сонымен қысқарған сабақты өсімдікке бақбақ жатады, пияз жатады, ақ қауданды ақ қауданды қырыққабат немесе орам жапырақ дейік. Ақ қауданды орам жапырақ және жол желкен. Жол желкен. Сонда 26-шы сұрақтың дұрыс жауабы бақбақ және пияз болады. Бірақ біз есімізден шығармаймыз. Бақбақ, пияздан басқа қысқарған сабақтыларға ақ қауданды орам жапырақ пен жол желкен жатады екен. Ұмытпаймыз ғой, балалар. Енді 27-ші сұрақ. 27-ші сұрақ. 27-ші сұрақта былай деді. Жапырақ сағағына ұқсаған гүлдің жіңішкерген жері дейді. Бұны біз білу үшін гүлді есімізге түсірейік. Гүлдің бөлімдерін есімізге түсірейік. Бұл гүлдің бөлімдері қандай еді? Гүл сағағы, гүл табаны, тостағанша жапырақшасы, күлте жапырақшасы, аталық, аналық,
Міне бұл гүл бөлімдер болатын. Сонда бұл жерде ендеше жауаптарына қарайық. Аналық, аталық, тостағанша, жеміс, күлте, гүл табан, гүл сағақ. Бізге жапырақ сағағына ұқсаған гүлдің жіңішкерген жері дейді. Ол қалай болады болар? Гүл сағақ деп аталады. Гүл сағақ. Гүл сағақ дегеніміз бұл не үшін керек? Бұл осы сағақ арқылы гүл сабаққа бекінеді, сол үшін керек. Егер гүл сағақ болмаса, ондай гүлдерді отырмалы гүлдер деп атайды. Отырмалды гүлдерге бете қашқар гүл жатады. Сонда бізде мына өсімдік десек, өсімдіктің мынау жапырақтары, мынау жапырақтары өсімдіктің, ендеше бұл жерде гүл, мына жерде гүл десек, мынасы күлте жапырақшасы, мынау гүл сағақ. Міне осы не болады? Гүл сағақ болады. Гүл сағақ сабаққа гүлді бекіндіреді. Түсіндік қой, яғни сағақ арқылы гүл сабаққа бекінеді. Міне осыны гүл сағақ деп атаймыз. Дұрыс жауабы. Қалған аналық, аталық, тостағанша, жеміс, күлте, гүл табан ол гүлдің бөліктері болып табылады. 28-ші сұрақ. 28-ші сұрақ былай дейді. Бунақ денелерді зерттейтін ғылым дейді. Ендеше жауап нұсқаларын талдайық. Бірінші А варианты орнитология. Бұл құстарды зерттейтін зоология бөлімі. Микология саңырауқұлақтарды зерттейтін ғылым. Гистология деп ұлпаларды зерттейтін ғылымды айтады. Энтомология, міне балар, бунақ денелерді, насекомдарды зерттейтін ғылымды энтомология деп атайды. Энтомология. Арғарай жауап нұсқаларын оқиық. Герпетология. Герпетология жорғалаушыларды зерттейтін зоология саласы. Ихтиология балықтарды зерттейді. Гельминтология паразит құрттарды зерттейтін ғылым. Маммология сүт қоректілерді зерттейді. Сонда 28-ші сұрақта бунақ денелерді зерттейтін ғылым ол энтомология. 29-ші сұрақ. 29-ші сұрақ былай деп беріледі. Ұзын сүйек түрлері. Енді ұзын сүйек дегеніміз не? Есімізге түсірекші, сүйектерді біз нешеге бөлдік? Біз 3-ке бөлдік. Ұзын сүйектер, қысқа сүйектер, жалпақ сүйектер. Ал бізден осы бірінші ұзын сүйектерді сұрап тұр. Ұзын сүйектерді кейбір кезде біз түтікті сүйектер дейміз. Неге? Олардың іші қуыс болады. Онда жілік майы болады. Сондықтан оларды түтікті сүйектер немесе жіліктер деп атайды. Сонымен біз сүйектерді нешеге бөлдік? Ұзын, қысқа, жалпақ. Бізге нені сұрап тұр? Ұзын сүйектерді сұрап тұр. Ұзын сүйектердің екінші аты түтікті сүйектер, түтік тәрізді сүйектер немесе жіліктер деп аталады. Ендеше жауап нұсқаларын қарайық. А варианты. А нұсқасы омыртқа жотасы. Жоқ. В нұсқасы кәрі жілік. Кәрі жілік қайда болушы еді балар? Кәрі жілік
ол қолда орналасады. Бас сүйек, жауырын, ол жалпақ сүйек, білезік, қысқа сүйектер, жамбас, жалпақ сүйектерден тұрады, тоқпан жілік. Тоқпан жілік. Бұл да қол сүйегі. Ең соңғы нұсқа ортан жілік. Ортан жілік. Ортан жілік ол аяқ сүйегі. Қарындаш балалар, сонда бізде жілік деген міне. Жілік. Ұзын сүйектердің екінші аты не ол? Жілік дедік. Сонда 29-шы нұсқада 3 жауап дұрыс. Олар ұзын сүйектер, кәрі жілік, тоқпан жілік және ортан жілік. 30-шы сұрақ. 30-шы сұрақ былай дейді. Хромосома санының еселеніп көбеюі дейді. Ал енді біз хромосома санының еселеніп көбеюі қалай ойлайсыңдар? Бұл неге келіп тұр? Бұл мутацияға келіп тұр, мутация тақырыбын қайталауымыз керек. Себебі мутация, біз қандай мутацияларды өттік? Гендік мутация, геномдық мутация және хромосомалық мутация. Геномдық мутацияда, естеріңде болса, бұл хромосоманың санына байланысты болады. Сонымен мутация гендік, геномдық, және хромосомалық. Мутациялар. Сонда бізге қандай мутацияның ішіндегі хромосома санының еселеніп көбеюі. Себебі геномдық мутацияда не өзгеретін еді? Хромосома саны өзгеретін. Ендеше жауап нұсқаларын талдайық. Геномдық мутация кезінде болады қандай? Бірінші хромосома санының еселеніп көбеюі. Бұны полиплоидия деп атайды. Жауап нұсқасы қандай болады балар? Полиплоидия. Полиплоидия. Енді жауап нұсқаларын қарайық. Бірінші инбридинг дейді. Инбридинг дегеніміз туыс ағзаларды будандастыру. Алыстан будандастыру жоқ. Полиплоидия, міне дұрыс жауабы. Жасанды мутагенез, радиациялық мутагенез, аутбридинг, партеногенез, ол жынысты көбеюдің ерекше сирек кездесетін түрі, және химиялық мутагенез дейді. Бұл жерде дұрыс жауап қандай болды? Полиплоидия болды. Хромосоманың санының еселеніп көбеюі. Осы хромосоманың санының еселеніп көбеюіне байланысты полиплоидия болады, немесе еселенбей көбейсе немесе азайса анеуплоидия немесе гетероплоидия болады. Сондықтан триплоидты, тетраплоидты деген нәрселер бар. Естеріңде бұл бар шығар, Міне сонда 30-шы сұрақта дұрыс жауабы полиплоидия. Қандай мутация? Хромосомалық мутация. Себебі хромосоманың саны өзгереді. Міне балар, біз бүгін 26-шы сұрақтан 30-шы сұраққа шейін талдау жүргіздік. Сендерге түсінікті деп ойлаймын. Келесі сабаққа дейін сау болыңдар.